Неліктен қарнымыз ашқанда ашуланамыз? Кейде тамақ ішуге уақыт болмай қалады. Сондай кездері әр нәрсеге ашуланатыныңызды байқадыңыз ба? Бұл кең тараған реакция. Бұл тамаққа тәуелділік пе, әлде оның себебі басқа ма? Оның жалпы себебі біздің физиологиямызға байланысты. Біз энергияны ақуыздар, майлар, көмірсулар, амин қышқылдар және бос май қышқылдарынан аламыз. Соңғы тамақтанудан кейін қаншалықты көп уақыт өтсе, қанда қоректік заттар соншалықты аз таралады екен. Сондай-ақ глюкоза деңгейі төмендейді. Ми көп энергияны қажет ететін ерке орган. Ол барлық энергияның 1/4 бөлігін тұтынады және қоректік заттардың жетіспеуін ең бірінші сезінеді екен. Бұл жағдайда ол өзін кәмпит сатып алуды талап етіп айқайлайтын, жылайтын, немесе жерге жатып алып ерке бала секілді ұстайды екен. Бір жағынан ол қоректік заттардың жетіспеуін қауіп ретінде қабылдайды. Сондықтан ми ағзаға күйзеліс гормондары кортизол мен адреналинді үсті-үстіне жаудырады екен. Бұл жағдайда әр адам физиологиясына байланысты өзін әртүрлі ұстайды. Біреулер ашулы күйінде болады және де дөрекі болып келуі мүмкін. Басқаларының көңіл күйі болмай жабырқаңқы болады. Сондықтан да қорыта келе, мидағы қорек жетіспеген жағдайда біздің организмімізге күйзеліс гормондары кортизол мен адреналин гормондарын үсті-үстіне жаудырады екен. Соның әсерінен адамда әртүрлі физиологиялық күйзелістер болуы мүмкін.